Биыл әнші болдым ғой тақштай мен. Карантин не қылмады мені. Яғни жаңағы кастингсіз бірден театрға кіріп кеттің, е? Біз общем өтпедік оған. Светіміз өтпеді, бойымыз өтпеді, тіліміз де бұралып жатыр. Даурен таксист болып кетті дегенде бір 2-3 адамнан естіп қалдым. Таразға барғанша өлең айтам. Арман қарай шаршағаннан кейін уағыз айтам жайлап. Көбінесе әйел образында көремін. Әйелдердің матағайшын танимын даже. Нұржан Төлендиев ағамыз сияқты жеке бір өз алдына театр ашу ойда бар ма? Ертең 65-ге келсе қоятын да көкемдер, 70-ге жүре бермейтін шығар. Тоқал алу ойда бар ма? Бүкіл біздің кислородымыз жабылды ғой. Алланың алды болғанда жауап бере алмай қалатын сияқтымын осы сұраққа. Ассалаумағалейкум, құрметті Бірге бір жобасының көрермендері. Бүгін бізде қонақта Шаншар театрының әртісі Даурен. Даурен, қош келдің. Қош көрдік. Қалай жалпы жағдай, денсаулық, індеттен амансыңдар ма? Аллаға шүкір, аман есенбіз. Шүкір, бәрі жақсы. Деніміз сау, қарнымыз тоқ. Індет демекші, карантинде Даурен таксист болып кетті дегенде бір 2-3 адамнан естіп қалдым. Болдық, е? Ол адамымыз ғой бізде. Мен такси болғаннан ұялмаймын, бала-шағамның аш-шалаң аш жүргеннен ұялам. Сондықтан Алла разылығы үшін бала-шағамыздың қамын деп жүрдік. Бала-шағаның қызметінде жүріп өмірден өтсе, ол жәннаттық деген екен ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан қызмет жасаймыз бала-шағаға, әке-шешемізге. Сол енді таксовать етіп жүрген кезде әртүрлі адамдармен, тыңдармандарың өзің көрермендеріңмен бірге. Гүл болдым ғой. Алматыға бар ғой, барғандар өлең айтып, Таразға барғанша өлең айтам. Арман қарай шаршағаннан кейін уағыз айтам жайлап. Сол енді таксовать. Дарбыз жеп аламыз орда, Тараздың заправкасында. Өзім тегін клиенттерге жағдайын жасаймын да. Түсінбей жататын адамдар болған жоқ қой? Не, әртістерде ақша жоқ па сонда деген сияқты. Міндетті түрде ол ойбай сендерде такси болсындар ма, сендерде ақша көмес па, как будто бір бізге бір қырып беріп жатқан адам сияқты да. Айлығымыз қырған сияқты. Сол керек сендерге тойдың тоқтаған дұрыс болды деген адамдар. Дегендер де болды. Жалпы өнерден бастайық. Шаншар театрына дейін қайда болдың? Мен 2005 жылы мектепті бітірген соң Түркістанға Райымбек Сейтметовтің ашқан, МКТУ-дың ішінде ашқан өнер факультеті бар ғой. Сол жерге актерскийға келіп түстім 2005 жылы. 2005 жылы. Райымбек Сейтметовтің өз қабылдауында болып, сол кісінің өзі қабылдап, сода түстік. Сонымен 4 жыл оқыдық, сол жерде оқыдық. Университетте КВН-не қатыстық, мәдениет сарайында жүрдік, алаңыз концерттің барлығы өзіміздің мойнымызда болып, сөйтіп 3-ші курста жүргенде жайлап мен Шаншардың концертін ұйымдастыра бастадым, сол Түркістандағы. 4-ші курста кәдімгі өзім жеке өнер шоу деген концерт ұйымдастырып, Нұржан Төлендиев ағамыз да бізден шыққан ғой. Сол кісілерді шақырып, біраз ағаларымызды шақырып, кәдімгі өнер деген кәдімгі үлкен концерттерін мәдениет сарайында кәдімгі. Сөйтіп сол жыл Шаншары келді, Уәлібек көкеммен танысып, көкеммен биыл бітіріп жатырмын дедім, болды, дипломыңды алғасын кел деді. Яғни жаңағы кастингсіз бірден театрға кіріп кеттің, е? Кіргенде кірдім ғой, оның алдында 4-ші курста маған Әбу-Насыр Серіков ағамыз хабарласты. Нысанаға қабылдаймын деп, маған видеоларыңды жібер деп. Сөйтіп Әбу-Насыр ағамыз 1-2 ай жоқ болып кетті. Сөйтіп жүргенде мен Түркістан театрына кіремін дедім. Сөйтіп Түркістан театрына барып ол кезде Ерғали Оразметов деген мықты режиссер бар. Осы Шымкенттен барған. Сол кісінің қабылдауында ол бізді ол кісі биге неге қарайды ғой, бойға, иыққа. Біз өтпедік оған. Светіміз өтпеді, бойымыз өтпеді, тіліміз де бұралып жатыр. Жаман айтты, кетіңдер деді ғой. Сонымен жаңа орынға барып жатыр ек. Сентябрьдің 7-сі күні Шаншар келді. Жаңа орынға. Сөйтіп күтіп алып өлтіреміз ғой жағын. Шай, пай, палау, огурцыймен жаңа, соленый огурцыймен алып барып көкеме дастархан жайып, көкем былтыр кел дебеңіз дипломыңды алсаң. Болды ғой, сен боссың ба не деді. Как раз сол кезде Нұржан Төлендиев ағамыз шығып жатқан Шаншардан. Жұлдызай, Еркебұлан үшеуі де шығып жатқан. Еншісін алып кетіп жатқан. Сосын мені шақырды. Сентябрьдің 9-ы күні келдім, осы жақтан түстім. 9-шы айда, 9-ы күні, 9 деген сан маған жүдә қатты, содан кейін жақын болып қалды. Содан бастап жұмыс істеп кірдік бірден, Алланың қалауымен. Содан бері осы Шаншардың қабырғасындамыз ғой. Университетті бітіргеннен кейін бірден театрға кіріп кеттім. Бірден театрға кірдік, содан сатира театрын, бірден сатира театр ғой, өзі кукольный театрның ішінде. Уәлібек көкеміз 1 жыл бұрын ашқан 2008 жылы. Кәдімгі мемлекеттік қып әзіл-сықақ және сатира театрын. Сол жерге қабылдандық жұмысқа, әрі Шаншарға қабылдандық.
Енді Шаншардың мен өзім тұрақты көрермен деп айтсам болады. Көбінесе әйел образында көрем. Енді өзіңе былай сол образ жақын ба, әлде Валибек ағамыз осы образды ойнайсың? Жалпы өзіңе ұнамаған образ болды ма ұсынған кезде? Ұнамаған образ болмаған. Бергеннің бәрін айтып барынша алып шығуға тырысамыз ғой. Енді кішкентай келіндердің мысалы жазады ғой нелер, авторлар. Сол кезде келіннің рөліне мен келіп қала беремін да, сол мен береді. Енді апамның қасында жүрген мен алаңсыз. Нағашы апамның қолында өсіп, апамның қасында жүрген екен, әйелдердің матағайшын танимын мен даже. Апалардың қасында жүрген нелерге апарады, сондайдың бәрін көріп өскенбіз ғой кішкентай кезімізден. Сөйтіп сол апамның қасында жүрген сөздердің бәрін сахнаға сала берсең әйтеуір қабылдай берді ғой халық. Кейде ана әйелдер ойнаса айтамайтын сөздер бар. Біз ойнасақ, еркектер ойнаса айта беруге болады ол сөзді. Сөйтіп әйтеуір ойнап жатырмын, бірақ маған ұнамайды енді. Өйткені көп комментарий оқығаннан кейін ба, соңғы кезде, соңғы 2-3 жылда маған ұшым ұнамай, даже ойнағым келмей жатыр. Өткенде миллион командасының жігіттері мен өтініш жасағам, ауылға клип түсірейін деп жатырмын. Биыл әнші болмай қойдықшы деймін. Карантин не қылмады мені? Сол сұраққа енді келейін деп жатыр едім негізі. Жақында Бажамды кешіріңдер деген Мұрат екеуің. Оның алдында бір ән шыққан. Бажамды кешіріңдер кейін шықты ғой. Сол Мұраттың әні ауылды сағындым деген. Сондай ән шыққан. Мұрат екеуің бірге орындадың ба? Жоқ, өзім орындадым. Мұраттан сатып алдым. Жазғызып, Алматыға жазғызып әйтеуір жаман емес. Ауылын бір тыңдауға болатын ән. Жақсы нелерін беріп жатыр ғой. Соның клибіне миллионның балаларын алып бардым ауылға. Сөйтіп сол жерде аға біздің Емош деген олардың киносы бар ғой, Жезуға деген. Сол Емоштан сізді көріп тұрмыз, ойнап бересіз ба дегеннен кейін жігіттердің бетін қайтармадық. Бірақ ол кезде де сын естік, осы әйелдерді ойнайды. Одан кейін тағы да бетім қайтып қалды, әйел деген. Енді өзімізде осы қалада дінге қызмет жасап жүрген ағаларымыздың қасында көп жүреміз. Бауырларымыздың қасында көп жүреміз, ол жігіттерді айтады. Сосын ол жігіттерден ұяласың ғой. Әуелі Алладан ұяласың, сосын сол жігіттерден ұяласың. Сосын общем қойсам ба дедім, әйелдің несін. Ол негізі өнер адам болғаннан кейін, мысалы, оның ішінде актер болғаннан кейін, кез келген роль, ол енді сахналық роль ғой, сахналық образ. Сонда, мысалы, комментарий деп атсың жаңа, сын, сол сынға қарай жұмыс жасайсың ба, қалай? Мысалы, әйелдің рөлі сізге неге еркек болсыңыз деген сияқты? Халықпен санасы керек қой, баяғыда бүкіл самолеттің ұшайын деп тұрса, екі соқыр летчик кепті. Адамдардың арасында өткенде, ойбай, мынау самолетті едім, қайтып етейік бұлар деп. Екі соқыр летчик отырыпты да, самолетті айдай бастады. Оң деп айдап, дуалға соғайын деп келатыр дейді, аэропортқа бар ғой. Бар айқайлаған ғой бәрі. Деп көтеріліп кеткен ғой. Сөйтсе екі летчик етеді. Осы халық болмаса бір күн осы дуалды соғамыз деп ше. Сол жақ біз летчикпіз ғой, енді халықтың алдында жүргеннен кейін, халықты алып берден алып жүрген. Соқ кетпей, осы халықтың айтқанымен санасы керек деп ойлаймын мен өзім, білмеймін. Бірақ біреулер санаспау керек, сен бала шағаңды осымен асырап отырсың дейді. Айналып келгенде түбінде бәрібір дұрыс емес сияқты, Алланың алдында барғанда жауап бере алмай қалатын сияқтымын осы сұраққа. Енді бұдан да бөлек басқа бір сындарды қабылдай алмай болмаса, жалпы сынға қалайсың өзің? Қабылдай алмайтын сындар бола ма? Әлде кез келген сынды өзің бір ойдан бір саралап өткізесің ба? Сынға былай наған, мысалы ойнамаған рөлдерме айтса, оны қабылдаймын. Ал өзімнің жеке өмірімдегі бойыма, қап-қарасын өнеріңе қатысты. Өнеріңе қатысты болса қабылдаймын оны. Ол дұрыс ол айтқаны. Ал бойыма қарсы сен мыртимай кетші. Мен как будто мен бойым, соған тіреліп қалып жатқан сияқты да. Сондай нәрселерге қабылдай алмаймын оны. Ол Алланың жаратқан дейсіз, ол өзі жауап береді бірақ ол. Ал былайша өнеріме қатысты айтып жатса, енді қабылдайсың ғой. Ол қолыңнан келгені кім жүсіп көкем айтады ғой. Кімнің миында қандай не бар, өзінің миы жеткен жерінше ойнайды деген. Мен миым жеткен жер сол жер. Ұнаса халық. Түсінікті. Ал енді жаңағы Бажамды кешіріңдерге қайтып оралайықшы. Алдын енді бәріміз білеміз. Жұмабектің бажасымын деп ГАИ қызметкерлермен ерегісіп деген сияқты сондай бір хайп болып кетті ғой. Хайп болды. Енді соған байланысты шыққан ән менің түсінігім бойынша. Жұмабекке ешқандай қатыстарың жоқ қой? Жұмабекке ешқандай қатысым жоқ, бірақ сол кезде енді бажа болып келмей ма? Жоқ. Қатты қатысы жоқ, бірақ сол кезде солдай жағдай болғанда енді біздің
жабылып кетеміз ғой бәріміз ше. Оңбаған бір нәрсе, шыр нәрсе, қазақтың баласы ғой. Былайша айналып келгенде біз Нартай, өнердегі Нартай ағамыздың ол досы. Нартайдан естігенбіз сөзін. Жақсы жігіт еді, осындай болып қалды енді деп ше. Жігіт болғаннан кейін любой басына келеді ғой тағдыр. Кішкене болса да бір поддержка берейікші деген оймен жаздық. Мұрат жазды. Пойызбен келеді, Семейден келеді жаздық. Осыған бір кішкене ақтайық біз. Жұрттың бәрі жамандап жатса біз енді ақтайық деп сонымен кешіріңдер, видеомды өшіріңдер деп. Поддержка беру мақсатында ма, әлде сол моментті пайдаланып бір хайп жасау ма? Негізі өзім солай түсіндім. Қаншалықты хайп енді мейлі бір 10%, 20% ол жағында ойлаған шығарсың мүмкін. 20% шығар. 20% хайп жағы. Иә, хайп жағы. Әйтпесе ол хайп қылатын болсақ біз наоборот оны жерге тығатын едік қой біз. Жерге тығып оңбаған. Ана біреулер жазды ғой. Жұмабектің бажасын тағы біреулер жазды ғой. Олардікі біздікі қатты шамалы хиттау болып кетті де, олар көрінбей қалды. Біздің екеуміз бірдей шыққанбыз. Олар жамандады бірақ Алматының жақтың жігіттері екен. Бір нәрсе, шыр нәрсе деп. Тағдыр жазған әлемге атын қосқан, кім десең Жұмабектің бажасымын. Енді келесі сұрақ, тоқал алу ойда бар ма? Тоқал арман. Енді жаңа сөздеріңнен байқап отырмын, өзің жаңа дінге жақынсың. Жалпы енді исламда бар нәрсе ғой деген ғой тоқал алу. Енді қазақ десе, қазақтың жігіттерін тоқалды айтпайтын адам жоқ қой жалпы. Ойнап болсын айтып қалады ғой, алмайтын адамның өзі айтып қалады ғой, тоқал аламын бір нәрсе деп. Сөйтіп ойнап айтамыз әзілдеп, бірақ енді оның да негізі үлкен жүгі бар. Оны екеуін теңдей қарау, ол барлығы ше. Сондықтан ол жүгін көтере алатын болсаң, сондай жасқа жеткенде, сондай екі әйелді, үш әйелді бірдей ұстап отырғандай жағдайға жеткенде алатын шығармыз. Ал бірақ екі жақты, бір жақты қинап, мына жақты неғып, ол қазір ойда жоқ үшін. Бірінші қатынымызды қарыққа болайық дегендей ғой. Яғни әйеліңнен рұқсат жоқ. Әйелімнен рұқсат жоқ емес. Жоқ, рұқсат бар ма? Рұқсат бар. О, ал деп отыр, о, құдай қаласа 80-90 жасқа барғанда десең да. Енді бұл видеоны, бұл сұхбатымызды әйеліңіз көреді, ертең көрсін. Көр. Айттың ғой, өз білет. Алыңыз деген. Мен айттым жоқ, алмаймын дедім. Даурен, өнер адамы болғанын өкінген кезің болды ма? Өнер адам болғаным осы карантин басталғанда өкіндім десең да. Бүкіл біздің кислородымыз жабылды ғой. Я той жоқ халықтың алдына шығатын. Айтпақшы. Концерт жоқ. Карантин, в общем, көрсетті ғой бізге. Енді осы тойға қатысты. Осы карантинде тойдың барлығын жауып тастады. Жалпы өнер адамдарына, жаңа өзің айтпақшы, кислородтың бәрін жауып тастады. Шынымды айтшы, былай шамамен қаншама тойды тығылып басқардың? Өзіңді енді асаба ретінде деп білемін. Тығылып басқарған тойларым 10 шақты шығар. 10 шақты тығылып басқарды. Амал жоқ, тойдың уәде беріп қойғаннан кейін, оның закладын ішіп жеп қойғаннан кейін, оны қайтып құсасын қайттан. Өзің такси болып жүрсің. Жоқ, карантиннің кезінде түскен заказдарда болған шығар. Карантин кеше шамал ашылып қалды ғой, бетіп бейті. Неше карантин, жай, шамал. Сол кезде алған заказдарды бардық. Одан кейін қайттан заказдар отказ болып. Біраз кісілердің закладтары бар. Көке, құдай қаласа той басқарып, той болсын, болған кезінде басқарамыз деп, оны сондай уәдемен құдай қаласа алып қалдық. Жазып қойдық блокнотқа. Мынандай алдым деп. Сол айтқан бағаға барып басқарып береміз. Закладтарын ешқандай күймейді. Бір кісілер жұмысым жоқ деп кеткен кісілер бар, бізде де түсінбей. Сол кісілерді қайтардық, амал жоқ. Кеше шамал той ашылған кезде. Алдындағы тойлар бар ғой. Енді шыны керек қой, енді өзімізді көріп жатырмыз. Карантин кезінде тығылып жасап жатты халық. Иә, әлі жасап жатыр. Ол өтірік айтпай қой, ол. Әлі жасап жатыр. Асабалар басқарып жатыр, әншілер бар. Мысалы, ертең 14-іне кімнің тойы деп айтып қойсаң, өткендегі апа сияқты. 14-іне тойды, ана нені ашып көріңіздер деп. Қаншалықты заңға бағынасың? Яғни көлік айдап бара жатқанда болсын, ГАИ көрмей тұр деп өтіп кете салу деген сияқты
Жалпы жаңа карантин болсын, барлығын алған кезде. Заңға толық бағынамыз ғой, жалпы кейде есіңнен шығып кетеді ремень тағу мысалы. Келсе келіп көріп қалады. Түсінігі баса, өнер түсінетін болса, көке десең жіберсе, ол кезде рахмет деп кетеміз. Заңға бағынасың десе, амал жоқ, көке толтырыңыз дейміз. Рахмет деп кетеміз дейсің. Жоқ, рахмет демеймін. Толтырыңыз деймін, шынымен. Мынау бұл жақында, шатаспасам осы карантин уақытысында, Жүсіп ағамыз 60-қа келді. 60-қа келді, Сол кезде жаңағы ат сыйлап жаттыңыздар ғой? Иә. Ол қалай болды? Ұжым болып ортадан жиналып көтердіңіздер ме, әлде өзіңнің атыңнан болды? Ұжымның атынан ғой. Ұжымның атынан. Карантиннің кезінде қаяқтасың, қадырасың, ат түгіл егі арналамайсың ғой. Алдындағы той ұрып атқан кезде болса, әфіретінен, бірақ жалпы уәдем бар. Уәлібек көкеме де, Жүсіп көкеме де, Құдай қаласа, Алла берсе жағдай жетіп жатса, даже ат емес, темір тұлпар мінгізсем де жарасады. Бірінші Алланың, екінші сол кісілердің арқасы. Мен өсіп жүргенім демейін. Әке-шешемнің арқасы. Шаншардан бөліп кетіп, өзің еншіңді алып, Нұржан Төлендиев ағамыз сияқты жеке бір өз алдына театр ашу ойда бар ма? Енді де өзің жеп тұрсың. Ойда жоқ, сөздің ашығын айтайын. Шынын айтып мен баста уәде беріп келгем, көке сізден қалған театрды мен алып қалам, Алла беріп тұрса деп. Құдай қаласа, дәрежеміз, миымыз жетіп жатса, алып қалармыз, Алла қаласа. Нағаламай атса, көкемдердің рұқсатымен қайтадан жабармыз. Өйткені ол шаман келмейтін шоқпарды беліңе байлама дейді ғой. Құдай қаласа, уәкіңдер болғаннан кейін еркелеп жүрген шығармыз деп ойлап жүрмін өзім. Алып қалап атса, Құдай қаласа, нұр үстіне нұр ғой. Жоқ, енді үлкен шаңырақты. Енді актер ретінде көпшілік көрерменнің көңілінен шыққан актерсың енді. Неге мысалы Нұржан Төлендиевте кезінде Шаншардан көрінді, одан кейін барып жеке театр ашты. Абунасыр ағамызда солай жалпы. Енді ол бөлінгеннің, мен қара шаңырақта қалған баламын ғой. Қара шаңырақта да қалады ғой. Қара шаңырақ. Бәрібір ол қариялар азайып бара жатыр дегендей. Жаңағы Гаухар Әлімбекованың сөзі бар. Қашанғы жүрер дейсің, қарияға сәлем бер, көңілі қалар деп. Сол көкем, екі көкемді ренжітпей, әйтеуір ертең 65-ке келсе қоятын да көкемдер, 70-ке шейін жүре бермейтін шығар. Сөйтіп тапсырып жатса алып қалармыз, Құдай қаласа. Көбісі Уәлібек көкем баласы деп қалады екен менше. Барған жердің бәрінде Уәлібектің баласы дейді да. Өнердегі баласымын деймін. Даурен, жалпы неден қорқасың? Құдайдан қорқамыз ғой бірінші. Былтыр такси болдым ғой, өзің айттың. Шаршадым же. Аман шаршадым. Бірақ бірінші кезде 2 айдай тоқтамай үрдім. Алматыға барып қайтам, айдап ше. Алматы мен Шымкент трассасы. Алматы мен Шымкент. Қызылорда, Алматы даже. Сөйтіп тағы бір машина алып келдім. 2 машина қалдым да, біреуін шоферға беріп, сонымен екеумізді қалдық. Шаршағаннан кейін арасында бір бөлемді шақырып алдым да, соған айдаттым. Уже шаршағаннан кейін қайлап жайлап той ашыла бастады ғой. Тойыма шықтым да, 2 машинаны да сояққа бердім, соған айдап жүрген. Бірақ олар айдатқаннан көрі өзің айдаған қиын да. Уайымдап отырасың, түнде сондай авария болып қалдым деп. Жәрең ұшып кетеді, адамдар аман ба? Сосын жайлап бір машинамды әкеме бердім да, 2-ші машина өзім алып қалып. Қой шаршадық деп қойдық сосын. Табысы қандай екен негізі? Табыс өте жақсы. Халықтың арасында жүрсең жаман болмайсың ғой. Барып қайтқаныма 70 мың қалатын ше. Барып қайтқаныма 70 мың өзім айдасам. Ал шоферлар 35 мың әкеп беретін. 35 мың өзіне алатын. Ал театрдан жалпы өзіңнің жұмысыңнан, яғни деп айтайықшы, табыс ай сайын қалай болады? Той болсын. Стабильно бізге мемлекеттік қой. 100-дің ояқ бұяғында береді айлық. Тойды қосқанда? Той қосылатын болса Аллаға шүкір ғой. Бір барған тойымызда содан көптеп ақша қайтамыз ғой, Аллаға шүкір. Таксисттің ақшасынан көп шығар? Таксидің ақшасынан шамалы көп. Бірақ таксиде рахатта ешқандай жүк жоқ, анада жүк бар ғой. Ертең әңгіме болады, артынан тойды былай жүрдің. Таксиде не? Апарасын, ап қайтасын болды. Дәл қазір жалпы өнерден бөлек басқа бизнестерің бар ма айналысып жатқан?
айналсақ. Донор болмаса жаңағы қазір көбейіп Қаланың кетті ғой. бәрі донор болып кетті ғой, Сондай болып донор кетті. жол болып кетті ғой бәрі. Сенде қандай бизнес? Бізде енді өнер жолынан бөлек қазақ тағамдарынан адал ас. Әсіпкер болайын дедім, кәсіпкер емес. Әсіпкер деген, шынымен әсіпкер адал асханасы деген мына орталықтан сондай не ашып жатырмыз, естіген шығарсыз. Ол енді естисіз. Өздеріңкі ма, болмаса жаңағы өзім тікелей. Тікелей, иә? Өзім тікелей басында жүрем. Әйтпесе білеміз ғой жаңағы. Иә. Әшейін франшиза суретін қойып нағып жүріп. Лицо ретінде қояды, қалайша өздеріңкі емес. Өзімдік. Енді Алла ісіңізге береке берсін. Әумин, айтқаның келсін. Кәсібіңіз үлкен кәсіпке айналсын. Құдай қаласа. Бізге келіп, алтын уақытыңды бөліп келіп, бізге ішіңдегі сырыңмен бөлісіп, сұхбат берген үшін тағы да рахмет. Алла разы болсын. Дұрыс сөз сөйлесек болды дейдер. Бізде бүгін қонақта болған Шаншар театрының әртісі, әсіпкер Даурен. Кәсіпкер емес, шатасыр қоймасын, әсіпкер. Келіңіздер, баршаңыз шақырамыз.